Ассалаумағалейкум, тарих сүйер. Бүгінгі әңгімеміз жалпы қазақ жауынгерлік өнеріндегі бес қарудың бірі айбалта жайында болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, және жан-жаққа таратсаңыздар үлкен бір қолдау болады каналыма. Жалпы қазақ даласында, ұлы далада балтаның, айбалтаның келуі ол көне түркі халқынан басталады. Яғни Алтай тауларындағы металлург болған үлкен кен орындары бар көне түркі халықтары семсер найзадан бөлек балтаны да жасаған. Яғни түркі қағанаты мен барлық ұлы далаға тарап 7-8 ғасырдан біздің заманымызға дейін келді. Қазақ тарихында ең кейін орын алған ол 17 ғасырдың ортасынан 18-19-20 ғасырдың басына дейін келді. Оның бір аса үлкен рөлі, яғни себебі жоңғарлар панцирлы сауыт киюінен, яғни панцирлы сауытты немесе қылышпен, басқа да қарумен адамды жаралау немесе өлтіру өте қиындыққа тудырады. Сондықтан айбалта үлкен бір жауабы деп айтуға болады сауыттарға. Яғни айбалта салмағымен және ұзын сапты алыстан шауып келеткен жауынгер, яғни ұзын сапты балтасымен сауытты адам шап ұрғанда, яғни жылдамдықпен, жауынгердің жылдамдығы балтаның сабының салмағымен, жүзі екпінімен кез келген сауытты жаңғақтай жарап, немесе тигенде де сауытты зақымдай алмаса, адамның денесіне үлкен жарақат болады, яғни тиген жерінің сүйегін уатып жіберуі мүмкін. Терең жарақат алған адамның әрі қарай шайқас жүргізуі екіталай. Сондықтан ең тиімді қару болып табылады сауытты киген адамдарға қарсы. Әрі балтаны шағын көрік алып жүріп, далада көп металға жетпейді, шағын көріктерде ұсталарда істеуге болады. Өте тиімді жауап болып табылды. Әрі жеңіл, яғни 17 ғасырдың екінші жартысы 18-19 ғасырлардағы қалмақтар мен жоңғарлардың үстіне киген сауыттар пластиналы, бір-бірін жауып тұратын қапсырмалы сауыттар, яғни атты жылқысына да кигізілген. Бұл садақ оғы мен қылыша алмайтын, тек қана қазақтарда найзасы, яғни найзаны сүмбіле дейді, ал қалмақтар оны жида деп айтады. Ұзын найза, найзаның ұшында жіңішке ұзын ине тәріздес үшкір жүзі болады. Бірақ бұл найза атты екпінмен келе атқан атты әскерді қарсы, атты әскердің екпінмен келе атқан, шауып келе атқан атты әскерді күтіп алып құлатуға арналған. Содан кейін ол сынғаннан кейін сауытты адамды айбалтасымен күтіп алатын болған, яғни жорықты жалғастырады. Айбалтаның көптеген түрлері бар. Ең тиімдісі шақан деп айтады. Шақан сөзінен шыққан. Шақан сабы ұзын 1,5 метрге дейін, және басы, яғни жүзі ол кішкене болып келеді. Шақан негізі ол орыстарда клин деп айтады, яғни орман ағаш жаратын балталарына ұқсас болып келеді. Бірақ бұл жауынгерлік балта ұзын сапты, шақанның жүзі қысқа болғанмен басы салмақтылау болып келеді. Яғни бұл нағыз сауыттарды жаңғақтай шағатын және алыс қашықтықта тұрып тиімділігі жақсы балта болып келеді. Екіншісі айбалта. Айбалта әрине бұл жақын қашықтықта ұрыс жүргізетін балта. Бұның жүзі үлкендеу және дөңес болып келеді. Балта айбалтаның тиген орнына терең жарақаттайды, яғни адам денесіне тигенде киімді етін тіліп сүйекке дейін барады, ауыр жарақат жасайды. Ал шақан болса, сауыт зақымдап ашып тиген жерін зақымдаса, немесе адам сүйегін сындырардай қабілеті болады. Балтаның тағы бір түрі айбалташық. Айбалташық әрине аттан түсіп жаяу және жақын арадағы ұрыс жүргізуге арналған. Қылыш тасқан кезде көбіне балтаның тиімділігі болғандықтан қылыш емес, осы айбалташық ұстап жүретін болған. Тағы бір түрі ол балташық. Балташықты көбіне ханның, сұлтандардың отқағарлары, яғни күзетшілер ұстап жүрген. Олар өте тиімді, киіз үйдің ішінде де ұрыс жүргізуге, яғни шағын әрі тар жерлерде ұрыс жүргізуге өте тиімді болып табылады балташық. Сондықтан көбіне әскерлерден кездеспеген, тек қана хан сұлтандардың оққағарларында болған. Жалпы 17-18-19 ғасырларда көбіне тек қана айбалталар қазақ жауынгерлері мен қырғыз жауынгерлерінде кеңінен кездеседі. Жаңағы сырын айтып кеткеніміздей, ол ойраттар және қалмақтардың сауыттарынан жауап болып табылады. Және де сол кезде Бұхара, Қоқан хандықтарымен де болған ұрыстарда да тиімділігін көрсетті. Оларда көбіне Қоқан, Бұхаралар жауынгерлері
түрлері шарайна деп айталады. Сауытты, яғни 4 пластиналық бір-бірімен былғарыдан бекітілген. Осылардың бәрін айбалта жеңіл әрі тиімді күрес жүргізуге көмектесті және басқа қарулар, семсерлер сияқты орталық Азиялардың қалаларынан сатып алуға қажет етпеді. Өйткені айбалта балташықтарды шағын көрікпен ұсталар далада да істеді, шағын көпті металл қажет еткен жоқ. Әрі осы шақан айбалташықтарды ұрыс жүргізгенде, яғни қорғау әдістері болды. Ол өйткені басы темір болғанмен сабағаш, сондықтан оны жарақаттан және сынып қалудан қорғау үшін жан-жағын көмкерлей бастады, өнер сала бастады. Яғни корсетті неше түрлі металдармен сыртын көмкерлей бастады және қабырғалы балтаның бастарын күшейте бастады. Толығымен саптарын, яғни қапталған түрлері бар және саптың соңына да тесіліп қолға былғарыдан қолсап ұсатып істетті, яғни қолдан ұрыс кезінде шығып кетпеу үшін. Және жауынгерлердің қаншалықты дәулетті, бай болғанын және қолмен қайырудан екенін де білуге болады. Оның көмкеріліп күмістен немесе басқа да металдардан ұруын немесе өрнек салдыртқызған. Осылайша ұлы далада 2-3 ғасыр бойынша балталарды тиімді пайдаланған қазақ батырлары, яғни ауыр сауыт киген орталық Азиядағы ойраттар, қалмақтар және Бұхара, Хиуа хандықтарының жауынгерлеріне қарсы жеңіл киінген қазақ батырлары қолында балтасымен тиімді пайдаланып, яғни ауыт-сауыт адам қозғалам дегенше бұлар балтасымен шауып үлгеріп жүр және өндірісінде тиімді әрі жеңіл. Сондықтан да қазақ айбалта қазақ жауынгерлік өнерінде ерекше орын алады деп айтуға болады. Соның бір 19-20 ғасырға 1892 жылы солтүстік Қазақстандағы сұлтандардың патша үкіметі, яғни Ресей патшасы Николай II сыйлығында айтуға, ол шақанның балтасы, яғни оның келесі жағында дөңестенген жылқы тұяғы күміспен көмкеріліп ою өрнектер салынған. Қазақ даласында соңғы бір шайқас пен ұрыстарды суреттеген, яғни ол адай көтерілісін айтып кетуге болады. 1882 жылдардағы бір көтерілісте, яғни орыс генералының толыққанды жазғаны бүкіл жауынгерлердің қолдарында айбалта барын, яғни үлкен қаныс көтерілістен кейінгі орыс жауынгерлерінің қолына көптеген айбалталар түскен. Сол айбалталар далада көп кеткен жайлы жазған. Ал ағайын, келесі тақырыпты комментарийға жазып кетсеңіздер, қалаған ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, каналды қолдап, лайк басып, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен бір қолдау болады. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет.